Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін 5 сыныпқа арналған қазақ тіл сабағында өтетін 9 бөлімнің тақырыбы аспан әлемінің құпиялары. Сабақтың тақырыбы ерте дүниедегі халық астрономиясы. Сабаққа негізделген оқу мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, төл сөз, төлеу сөз сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Бағалау критерийлары мәтіндегі негізгі ақпаратты тірек сөздер арқылы түсінеді, төл сөз бен төлеу сөзінің жасалу жолын біледі. Ең алдымен сабақ бастамас бұрын тақырыпты болжап аламыз. Ой шақыру әдісі. Балалар, қалай ойлайсыздар? Сағат болмаған шақта адамдар уақытты қалай білген? Сағаттың жыл санауға қатысы бар ма? Неліктен деп ойлайсыздар? Сағаттың қандай түрлерін білесіңдер? Уақыттың ең кіші бөлшегі мен үлкен бөлшегін атаңдаршы. Балалар, уақыттың ең кіші бөлшегі бұл секунд, ең үлкен бөлшегі бұл ғасыр. Ғасырлар бойы аспан әлемдегі құпияларды зерттеп келе жатқан ата-бабаларымыздың еңбектеріне тоқталып өтейік. Ертедегі адамдардың астрономия туралы білімі әртүрлі. Ертегі аңыздармен астасып жатады. Оларға аспан әлемі толып жатқан аңдар мен құстардың мекені болып елестейтін. Арғы ата-бабаларымыз аспан денелерін зерттеп, аса құнды еңбектер жазған. Орта Азияның ұлы астрономдары өз еңбектерінде дәлелдеп көрсеткен. Балалар, біздің Әл-Фарабидің мол рухани қазынасының ішіндегі астрономияға қатысты еңбектері де өте көп. Ал Әл-Бируни Орта Азияда жыл санаудың 2 жүйесі болғанын анықтаған. Уақытты есептеу әдістері жыл мен ай, апта мен күн есептері туралы айтқан. Омар Хайям күнтізбені дәл жасаған. Күнтізбедегі жыл басы 22 наурызға сәйкес келеді. Ұлықбектің үлкен ерлігі Самарқанда үлкен астрономиялық обсерватория салдырып, жұлдыздардың жаңа тізбесін жасауы. Балалар, біз грамматиканы орындауда ең алдымен төл сөз бен төлеу сөзінің не екенін біліп алуымыз керек. Яғни біз төл сөз дегеніміз не? Төл сөз ешбір өзгеріссіз дәл сол айтылған күйінде жеткізуді төл сөз деп атаймыз. Мысалға келтіретін болсақ, халықтың мақалында еңбек түбі береке дейді халық. Бұл жерде еңбек түбі береке бұл автордың сөзі. Үтір, нүктесіз, еш өзгеріссіз айтылып тұр. Бұны төл сөз дейміз. Төлеу сөз сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын сақтап жеткізу төлеу сөз деп аталады. Сөйлеушінің тарапынан өзгеріске ұшыраған еңбектің түбі, яғни қалған сөздер өзгеріске ұшырап тұр. Бұл төлеу сөз деп атайды. Балалар, көріп отқандай, Абай қазақ елінің мақтанышы, елдің қазақы келбетін танытатын ірі тұлғасы деді. Мұғалімнің сөзі еш өзгеріске ұшырамай, үтір нүктесі жазылып тұр. Бұл төл сөз. Төлеу сөз ұстазымыз Абайдың ұлы ақын екендігі туралы және елдің ұлағаттық келбетін танытатын ірі тұлғасы екендігін айтты. Яғни бұл жерде сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын сақтап жеткізіп отыр. Міне, біздің бүгінгі тоқталатын грамматикамыз. Балалар, бірінші тапсырма мағынаны тану кезеңі. Сіздерге қазір сұрақтар беріледі. Тақырыпқа байланысты сұрақтар. Ғарыш деген не? Қандай қызықты ақпарат білесіз? Аспан әлемі туралы не білесіз? Галактика дегенді қалай түсінесіңдер? Қандай аспан денелерін білесіңдер? Жұлдыздар деген не?
шоқжұлдыз деп нені айтады? Жұлдыздар неге кішкентай болып көрінеді? Балалар, келесі екінші тапсырмамыз біздің Эйлер шеңбері әдісі. Бұл жерде Эйлер шеңберінде оқылған мәтінді бойынша ақпаратты әріпті нүктелерге жазып шығасыздар. Сіздерге қазір алдарыңызға Эйлер шеңбері беріледі. Осы шеңберге әріптер берілген. Сол әріптерге тақырыптағы мәтіндегі негізгі ақпараттарды жазып шығасыздар. Бірінші тапсырма. Балалар, келесі біздің орындайтын тапсырмамыз бұл оқулықтағы тапсырма. Екінші тапсырма. Біздің екінші тапсырмамызда мәтіндегі төл сөздерді төлеу сөзге түріне жазасыздар. Яғни мәтінде берілген төл сөзді төлеу сөздерге айналдырып жазып шығасыздар. Және оқулықтағы үшінші тапсырмамыз сұрақтарға жауап беріп, диалог құрастырасыздар. Мәтінде берілген сұрақтар 4 сұрақ, сол 4 сұраққа жауап беріп, 4 сұрақтың ішіне диалог өздеріңіз құрап шығасыздар. Келесі біздің 4-ші тапсырмамыз төл сөзбен төлеу сөзге мысал келтіріп, төл сөзді төлеу сөзге айналдырып жазып шығасыздар. Алдарыңызға қос жазба күнделігі беріледі. Төл сөзге мысал келтіресіздер, төлеу сөзге мысал келтіресіздер, төл сөзді төлеу сөздерге айналдырып жазып шығасыздар. Ережеге сүйене отырып. Келесі біздің балалар, ең соңғы осы сабақта берілетін дескрипторымыз оқылған мәтін бойынша нақты ақпаратты анықтайды. Мәтіндегі төл сөзді төлеу сөзге айналдырып жазады, сұрақтарға жауап беріп диалог құрайды. Міне осы бойынша бағаланасыздар. Және балалар, бүгінгі сабақта міндетті түрде кері байланыс жасаймыз. Кері байланыс. Бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды ұялы телефонға хабарлама ретінде жазасыздар. Сабақ ұнады ма? Ұнаса неліктен? Сабаққа қиын болды ма? Қиын болса қай жері қиын болды? Және сабақ қызықты болды ма? Осы бойынша хабарлама жазып, ұялы телефонға жібересіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.